Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын яблочный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, аса көп заттарды қажет етпейді. Және де шаймен ішкенде өте дәмді, нежный болып шығады. Алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, бір жұмыртқамызды және де құмшекер салып, разрыхитель ұн барлығын салып араластырып алатын боламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады граммдарын барлығын. Өте оңай, қарапайым, әрі тез дайын болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Егер сұрақ қойсаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Каналыма жаңадан қосылған көрермендер болса, тіркеліп алыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде соңғы салған видеомды бірінші болып көре аласыз. Алдағы уақытта көптеген рецептер шығаратын боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Осылай қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын болу керек қамырымыз, бірақ көп ұн салып, қатты қамыр болмау керек. Холодильникке салып қоямыз жарты сағатқа. Көріп тұрғандарыңыздай майға иленгендіктен өте жұмсақ, нежный болады. Осындай кішкентай бөлігін, 1/4 бөлігін бөлек алып холодильникке салып қоямыз. Ал кішкентай бөлігін морозильникке салыңыздар. Енді 2 алмамыз осылай қырғыштан өткізіп алсаңыздар, немесе турасаңыздар да болады. Құмшекерімізді және де крахмал салып, араластырып алдық. Енді ыдысымызға холодильникте тұрған қамырымызды жайып, біркелкі етіп жайып аламыз. Үстінен алмамызды, начинкамызды саламыз. Енді алманы саламыз, суын алып қаламыз. Аздап қана су шықты. Алманы салып, үстінен 1/4 бөлігін алып қойған қамырымызды морозильниктен алып, соны үстіне қырып шығатын боламыз. Видеодағыдай етіп, үстіне қырып шығамыз. Енді печкамызды 180 градуста қыздырып, пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Бетіне әсемдік үшін сахарный пудра қолдандым. Өте дәмді әрі нежный болып шығады. Суығаннан кейін формасынан шығарып, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Менің балам сабырсызданып жеймін деп холодильникке салған жоқпыз. Бөлме температурасында бір жарты сағат суығаннан кейін сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Әлі жақсы суымаған, бірақ өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепттер ұнаған болса, тіркеліп лайк басыңыздар.